Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында өткізіліп жатқан әдеби сазды және тарихи мәні зор шаралар аз емес. Сондай бір ерекше шара Қазету ғылыми білім кешенінде ұйымдастырылды. Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе облыстық музыкалық колледжінің өнерлі студенттері арнайы шақырылды. Қазақтың көне саз аспаптары деп аталған дәріс концертте ұмытылып бара жатқан ұлттық аспаптар туралы жан-жақты әңгімеленді. Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе саз колледжі жанынан құрылған студенттердің мұрагер фольклорлық ансамблі жайық бойына тұңғыш рет келіп тұрған сапар емес. Халқымыздың төл өнерін насихаттаушы оқу орнынан бүгінгі таңда тума дарын иесі, әнші Димаш Құдайберген қанат қаққанын бірі білсе, бірі білмейді. Колледж студенттері әртүрлі аспаптарда ойнап, үйреніп, әнде шырқайды. Ұмытыла бастаған халық билерін жандандырады. Бұл жолғы әдеби сазды шара дәріс концерт ретінде ұйымдастырылып, әр аспаптың шығу тарихы мен әуезілігі туралы әңгімеленді. Біздерде музыканы, күйлерді, мысалы қай аспапта да, сыбызғыда болмасын, сазсырнайда болмасын, шаңқобызда, домбырада, құлқобызда болмасын, қазақтың қай халқында құлағына жетік меңгеріліп жүр. Ал кейбір аспаптарды көзімізге кейде көрінгенде қандай аспап деп тұрып қалып жатамыз. Осындай лекция концерттердің көбірек болған жақсы. Даңғаза эстрадаға әуес жастар қазақтың көне саз аспаптарын біле жүруі қажет. Рухани мол азық болар халықтық өнердің өміршеңдігі ежелден аян екені рас. Қазақтың бас аспабы домбыра мен қобыз егіз ұғым, көне ғұндар мен сақтардан сақталып, есті түріктерден бергі тарихымыздың куәсі болған аспаптары ол. Саз қобыз, қыл қобыз, үрмелі, ұрмалы аспаптарда ежелгі заманнан ақ мәдениеттілігімізді танытады. Шараның мақсаты студент жастарға музыка арқылы рухани тәрбие беру болды. Ұмытылып кеткен аспаптардың түрлерін бүгін өмірге келіп соны насихаттау бұл рухани жаңғыру бағдарламасының бір үлкен басты бағыттардың бірі болып табылады. Күні кеше 24 жылдары мына Парижде ән салған Әміре Қашаубаевтың бұның ізін жалғастырып жатқан кешегі Димаштың осы музыкалық білім мектебінде оқып, тәрбие алып, әлемге танылу да осы ұжымның үлкен себебі зор деп санаймын. Ақтөбелік саз колледжі ұжымы және оның басшысы белгілі өнер танушы Аманжол Исмағұлов елімізге есімі мәлім. Әсіресе көне аспаптар туралы жақсы білетін ол өнердің жеті қыры жайлы жан-жақты әңгімелеп берді. Сазды шарада әнде, күйде шарықтап, мың бір ала биде биленді. Бүгін мақсатымыз қазақтың көне музыка аспаптарын таныстыру және халық әндерін, күйлерін, билерін насихаттау. Меніңше жақсы өтіп жатқан сияқты, бізді жақсы қабылдап жатыр. Үлкен рахмет дейміз жерлестерімізге. Оралда аялдаған өнер ұжымы одан әрі Чувашияға аттанбақ. Лұқпан Елеу, Нұрлан Едеров, Нұртай Батырғали, Ақ Жайық арнасы.